Баршаңызға сәлем. Өте дәмді әрі тез дайын болатын, құрамына көп зат кетпейтін, дәмді болып шығатын лечо салатын дайындаймыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бірінші қызанағымызды барлығын жақсылап жуып аламыз. Қара керек емес жерлерін алып тастаймыз. Содан кейін болгар бұрышын жақсылап жуып алғаннан кейін керек емес жерлерін алып тастаймыз. Болгар бұрышының қызыл түрін қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Алдын ала барлығын жуып тазалап дайындап қоямыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бізге 4 кг қызанақ, содан кейін қызыл бұрыш бізге 1 кг және 200 г шекер, лавр жапырағы, домалақ бұрыштар, тұз, уксус қажет болады. Менде уксус 70%. Ендеше біз қазір мясорубкіден өткізу үшін ыңғайлы етіп өзіміз қызанақтарымыз барлығын турап аламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, менің шығарған әрбір рецептім сіздерге өзі шығып тұратын болады. Қызанақтарымызды турап болғаннан кейін енді ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын өткізіп аламыз. Бірден қайнататын ыдысыңызға құйсаңыз болады, кастрөлге немесе қазанға қайнатамыз. Мен бірінші табаққа құйып алдым, содан кейін қазанға құйдым. Барлығын тартып болдық, енді отқа қойдым. Осы күйінде 30 минут қайнатамыз. Қоспамыз қайнаған сайын қоюланады, қайта-қайта араластырып тұрамыз. Қайнағанша, дайын болғанша біздер қызыл бұрышымызды кесеміз. Осылай ұзынша етіп кесіп алып, 4-1 қылып турап аламыз. Қызыл бұрыш қоссаңыздар, дәмі өте дәмді болып шығады. Мен қызыл бұрыштан таңдадым. Біздің қоспамыз міне осылай қайнайды. Тағы бір араластырып алып, үстіне енді дайын болған, тураған бұрыштарымыз барлығын саламыз. Барлығын салып, тағы да барлығын жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 2 ас қасық тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Үстіне енді 200 г шекерімізді қосамыз. Тағы да араластырып, бұрыш салғаннан кейін енді 20-25 минут қайнатамыз. Біздің бұрышымыз пісуі керек, жұмсаруы керек. Лавр жапырағын 5-6 штук қосамыз. 25 минут қайнатамыз. Уақыт өткеннен кейін дайын болып қалған кезде 150 г сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйғаннан кейін тағы да араластырамыз. Дөңгелек қара бұрыштарымызды қосамыз. Мен 15-16 дана қостым. Келесі кезекте уксусымызды құямыз. 9% болуы керек. 1,5 ас қасық құйдым. 1 ас қасын толтырып, содан кейін екіншісін жарты қасық құйдым. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін 5 минут отта ұстаймыз. Алдын ала қақпақтарын және банкымызды жақсылап қайнатып қоямыз. Барлығын енді салатымызды құямыз. Осы 4 кг қызанақтан біздің лечо салатымыз 3 литр 3 банка шығуы керек. Мен 2 банкасын ғана жаптым. Мен жасаған лечо салатының рецептісіне ешқандай укроп, жуа, сәбіз қосып қажет емес. Дәл осылай жасасаңыздар да сіздің салатыңыз өте дәмді болып шығады. Осылай банкіге құйып қысқа сақтасаңыз да болады. Нанға батырып жеуге өте дәмді салат. Сондықтан да дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Банкімізді арнайы жабуға арналған құралмен жауып шығамыз. Жауып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Бір күнге, келесі күні холодильникке қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сенімді рецепт, өте дәмді салат. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта рецептілер шығарамын.